Сәлем баршаңызға. Бүгін өте оңай жасалатын бризол дайындаймыз. Жұмыртқа, сүт, ұн, тұз салып жақсылап араластырамыз. Бұл менде тек бір ғана бризолға арналған құймақ. Қызып тұрған табамызды майлап алып, бризолымызды табамызға құйып пісіреміз. Бризолымыздың бірінші беті піскенде айналасы қызарып тұрады. Сол кезде екінші бетіне ауыстырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ет тартқыштан тартылған еттің үстіне тұзы мен бұрышын салып араластырамыз. Дайын болған салмамызды бризолымыздың үстіне тегістеп жайып шығамыз. Оның үстіне құймағымызды жайып, туралған қызанағымызды қойып, үккіштен өткізілген ірімшікті салып, рулет сияқты айналдырып ораймыз. Ыдысқа салып, бетіне ірімшік сеу, фольга жауып, 190 градуста 45 минутта пеште пісіреміз. 45 минут өткеннен кейін фольганы алып тастап, тағы да 10 минутқа қоямыз. Мінекей біздің бризолымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шықты. Түскі асқа дайындауға кеңес берем. Егер менің рецептім ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған Салима.